Merhabаңыз сайгылуу достlar, бүгүн биздер Кырым-татар милли байрамлары хакында сөз жүрсетежекмиз. Кырым-татар халкы эвел эзелден мусафирпервер, эмексевер бир халктыр. Мусафир күткенде эр дайым бул берекетлі софрага давет этип, сайгын менен эвнин төрүнө отуртканлар. Чоксу милли байрамларынын күтмек анесі де халк бирлигинде бардыр. Кырым-татарлар эвел эзелден кой кожалыгынын чөл тарафларда тувар бакув, ялы бойы ве даглы ерлерде бостанчылык ве бакчыбанлык менен ограшканлар. Яни күнделик яшайышта табиат менен кави бак олган. Чоксу милли халк байрамлары да табиаттын уянуы ве берекетинен баглыдыр. Меселе, жылдын башында халк байрамларындан Наврез келе. Бу байрамны аман-аман эпси түрки ве фарси халклар кайт этелер. Ләкин эр-бир халк Наврезге өз ань-анелерини, инжеликлерини кошуп güzelleştirdi. Кырым-татарлар үчүн Наврез табиаттын уянуунан баглыдыр. Наврезни кырым-татарлар мартнын 21-нде кайт этелер. Онун манасы фарси тилинден нав яңы, рез күн демектир. Наврез күн ве геже бирлешкен күнде раст келе. Наврез байрамына азырлыкны баягы эвел башлайлар. Бір ай эвелси бір ауч богдай отуртула. Байрам арфесинде мезарлыкларны зиярет этип темизлемек, эвлерни жыйыштырмак, чамашырларны юумак, азбарларны сыпырып темиз тутмак, эвде парланган шей олса түзетмек адети болган. Тереклер, птаклар сыланган. Бір ай девамында ешерген богдайны байрам күнү софрага коймак адет болган. Onun da terin manası бар. Belki kıştan son bedenimizge vitaminler yetişmey. Yeşergen boğdayının terkibinde ise vitamin yeterli. Sofrаны milli yemeklerinin donatkanlar. Ama Navrez günü sofrada 7 çeşit aşayt olması şart. Bular boğday, otmek, zeytun, penir, kabak, yüzüm ve cevizdir. Оларның hepsi bereket timsali. Кырым-татарлар bu боллық софрада олған боғдай кереги киби ешерсе, демек тарлаларда берекет олажағына инанганлар. Эвелден йымырта кабугы түшмегенже күн кызмас дегенлер. Белки onun үчүн де йымырталар соған кабугынен, чүкүндүрүнен кою түсте бояланганлар ве софрага коюлганлар. Байрам саба эрте башлана. Кырым-татарлар Наврез байрамыны коронта азаларынен яда койдешлеринен каршылайлар. Эксери алларда картлар олган эвде бутун коронтанен топлашайдылар. Берабер софра куруп, сүбетлеше, чың ве манилер айтайдылар. Ичбир Наврез байрамы чалгыжыларсыз кечмеген. Яшлар бири-бирлерине акбардаклар жыйып багышлаганлар. Наврезде табият уянса, meşhur Hıdırlez bayramı hepsi ekme işlerinin yekünlenmek gerek olganын anlatkan. Bu bayramlar Kırım-tatarlarga 7-8 asırlarda kırıp geldi. Hıdırlez bayramı da nesilden nesilge keçip kelgen halk bayramıdır. Hıdırlez Mayıs ayının başında 5'ten 6'sına keçer gecesi kele. Bayramның adı ise Eki Aziz'nin adıyla bağlıdır. Hıdırlez tarihinin efsanesine göre Hıdır Aziz'i bereketini korçalagan, yangın ve belalardan saklagan. İlyas ise bütün canlı mevcutlarını kaygırgan, yıldırımga baş olgan ve hep çokraklarını suvnen tamin etken. Hıdır yerini sağ taraftan aylansa, İlyas sol taraftan aylanıp ketken. Ekisi yılda tek bir kere ekme işleri bitkende Hıdırlez bayramı günü koruşkenler. Kırım-tatarlar bayram arfesinde evlerini jıystırganlar. Çünkü musafirler tek temiz adetleri kütülgen evge kırıp kelgenler. Akaylar ise mezarlıkta otlarını orup temizlegenler. Kadınlar börekler ve kalakay pişirgenler. Ev sahipleri arfe günü pervazga boğday sepkenler.
Боғдай берекетінің тимсалы олғаны үшін бойле адетлеріні күткен. Сон, бұл ел берекет бол олажағына умут еткендер. Бір қорантада бұл күні терек яда чечек отыртмаға тырышқанлар. Қыдырлез байрамында таңдан сон көйдешлер чоқрақларыны янында топлашқанлар. Тарафта шеңлік, шамата, генчлер чың веманелер айтып шақалашқанлар. Милли ойынларыны ойнағанлар. Егітлер есе бұл вақытта милли спорт чешітлері бойынша ярышлар өткергенлер. Бір көйде Қыдырлез байрамы күрешсіз кечмеген. Дигер тарафта есе егітлер ат үстінде чапув бойынша ярышлар япқанлар. Қыдырлез байрамында чоқсы генчлер бір-бірінен танышқанлар, бір-біріне севда олғанлар, яда sevgilisінен көрішмеге фырсат тапқанлар. Байрамның кульминациясы есе қалақай тығыртмақта олған. Бұл вазифе көйнің ең үрметлі, эслі, башлы инсанына берілген. Егер қалақай бет тарафынан түшсе, демек бұл елі берекет олacak. Егер қапақланса, демек бұл сене берекет olmayacak кебі белгілегендер. Бұңа бақмадан ең незетлі ашлар пішірілген. Көйнің уста ашчылары балабан ocaqlarda milli yemeklerini hazırlағанлар. Kadınlar pilav, kurabiye, şeker kıyık, çiberek, yantıklar yapsalar, akaylar etli yemekler pişirgenler. Қыдырлез байрамы ань-анеге көре хоран ойынымен біткен. Невбеттегі халық байрамы есе күзде, барде отыртылған бостандан берекетні жиылған сон башлаған. Бұл әлбетте Дервиза байрамы. Дервиза байрамы сентябрның 23-інде кечірілген. Бұл әм күз келгенini, әмде берекет топланған вақытны келгенini аңлата. Дервиза байрамында әпсі көй қожалығы ішлеріне yıllık нәтижелер çıkarıla. Қышлық азыр олған. Чобанлар дағлардан ашағы түшкенлер. Маллар сайылған. Бұл байрамдан сон тойлар мевсімі башлаған. Байрамдан бір күн evvel қадынлар темізлік ішлеріні япқанлар. Ақшамдан қоқылы өтмеклер, көбетелер пішірілген. Дервиза байрамы күні сабадан оғланлар аранларını темізлегенлер. Қызлар есе тарлаға күл сепкенлер. Дервизаны бір қач көйнің жематы тешкіл еткен. Топлашу үшін әркеске келішкен чоқрағы, сувы ве ярышлар үшін мейданы олған бір ер сайланған. Дервиза байрамы дува ве құрбан чалуынен башланған. Жемат топланған ақчаларға құрбан чалынған. Айван ве ярышларға қойылacak бақшышлар алынған. Дервиза мейданында әрдайым жемат чоқ олған. Бір тарафта салачықлар салланған, дегер тарафта есе чың ве манелер яңғыраған. Да бір кенарда қазанлар қайнай, чибереклер чырылдай. Бұттың күн девамында тек шеңлік, муабетлік олған. Мейданның ортасында күреш ярышы кечірілген. Бір байрамда чалғыжылар чалайдылер. Ама Дервиза байрамында чалғыжылар мақсус күреш авасыны чалғанлар. Күреш авасының жошқын ezgisi әркесіні Дервизаның esas ноқтасы олған шу темашаға желп еткен. Чалғыжылар күреш авасыны әп зуылдаталар. Күрешчілерінің бірде-біріне мына-мына йықылacak деген кергін еріне чалғы да тез-тез күчлі яңғырай. Ешкім йықылмай, күреш девам етсе, чалғы да сакинлене. Йықылғанларға халық гүрделі алғышлар бағышлай. Әлбетте ярышта ғалib бар ве мағбулиет бар. Ләкин, мұнда адет ойле. Балалардан йықылғанға да, йықылмағанға да мүкафат берілген. Дервиза байрамында Қырым татарларының епсі санатчылар усталықларыны көстеріп башлағанлар. Ярмалықлар кечірілген, йыржылар ве ойынжылар арасында ярышлар олған. Дервиза байрамы да әдет үзре хоран ойынымен екінлене.
Bu hepsi halk bayramları cemaatini birleştirgen, yaşlarını tanış olmasına, yanı baxtlı qorantalar kurmasına sebep olgan. Bu acayip bayramlarda insanlar öz istidatını halkka gösterebilgen. Kavgalı olganlarını barıştırganlar, sevdalı olganlarını birleştirgenler, aç olganlarını doydurganlar, herkesini halk olarak birlikte tutkan ve gelecekке umut bağlaganlar. Kıvançlısı şu ki, bugün de Kırım Tatar milli bayramları kütüp gelmekte ve bizim halkımızı ebed birleştirmekte.